мен адамдардың жұмыстан не үшін шаршамай келетін себебін түсіндім. Себебі олар барлық шаруасын, әсіресе мұғалім адамдар, үйінде істемейді, мектепте бітіріп келуге тырысады. А мектептегі бос уақыттарын олар ешкімге арнамайды. Сабағын береді, одан кейінгі уақыттар түгел жаңағы өзінің ертеңгі дайындығына кетеді екен. Ал мен осы уақытқа дейін бос уақытымда адамдарға көмектесіп жіберіп, білмей тұрған нәрселеріне көмектесіп жіберіп, солай істейтінмін ғой. Сосын соңында кешке жақын өзім шаруама келген кезде бүкіл энергиям құрып, әнсіреп, түнімен 3-ке шейін, 4-ке шейін отырып, ертеңіне 7-те тұрып, қайтадан жұмысқа кетіп, сөйтіп қиналатынмын ғой. Енді қазір түсініп жүрмін, өзімнің шаруамды бірінші жасап тастайтын болдым. Неге бұрын өз шаруаңды өзің істемедің ба, бірінші шаруаң саған керек қой дейтіндерге айтарым. Өзімнің шаруамды оған көп отыру керек сияқты, оны күшті қылып жасау керек сияқты, оған энергиямды соңға қалдырып қойғым келіп тұрады да. Шын мәнінде олай емес, жұмыстың бәрін өз уақытында, жаңағы бірінші өз шаруаңды өзің істеу керексің. Ешкімге энергияңды бермей, алдымен өзің жұмысыңды өзің істеп алу керек екенсің. Соған көзім жетті. Негізі жұмыстан шаршамай келгілерің келсе үйлеріңе, онда бүкіл энергияны, бүкіл фокусты өзіңе ғана салу керексің. Мен көп байқаймын, сондай өз фокусын өзіне ғана салып жүргендердің жетістігі болай. Ал енді біреуге көмектесіп жүргендердің жетістіктері төмен. Енді сондықтан менен ондай не күтпеңіздер. Мен енді ондай біреуге артық көмектесу дегенді мен енді жасамаймын. Неге? Өйткені өзіме энергиям қалмай қалатын болды.